Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Мен бүгін өте тамаша баклажаннан салат жасап көрсетемін. Өте оңай әрі тез даяр болатын. Маған тіркеліп, менің каналымның дамуына үлестеріңді қоса кетіңдер. Алдын ала помидорымызды, баклажанымызды, болгарский, чеснок, ащы острый перец, 3 сәбізімізді, 2 жуамызды дайындап аламыз. Ең бірінші болып баклажанды жуып, турап, 2 ас қасық тұз сеуіп, су құйып қоямыз. Баклажанның ашуын кетіру үшін, қыздар. Өте оңай салат, қыздар, менімен жасап көріңдер. Помидорларымызды жақсылап жуып алып, острый перецімізбенен өтір жібереміз. Острый перецті ащыны қалайтындар молдау салат, қаламайтындар мен сияқты 2 штук салсаңыз да болады. Мен 2 штук салдым, өз дәмін ұстап тұрсын деп. Ащы болғанда жақсы, негізі 3 штук сәбіз салдым, қыздар. 5 кило помидор, 3 штук сәбіз салдым, 2 острый перец салдым. Міне өтіріп атырмын осыларды. Қалауыңызша 2-3 штук жуамызды, пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Өте оңай салат, қыздар, тез дайын болатын, әрі болгарскийімізден қолдан турап дайындап қойдым. Қолдан келсе қызыл болгарский болған жақсы, қыздар. Сұйық майымызды құйып, жуамызды қуырмалайтын боламыз. Мен 200 грамдай сұйық май құйдым. 2 жуаны қуырмалап, жуа салғаным майға дәмі сіңеді, сосын өте тамаша дәм береді салатымызға. Бұл баклажан салатымыз бұзылмайды, дәмін де жоймайды. Өте тамаша салат, қыздар. Жуадан кейін болгарскийімізді салып, онда кішкене бұқтырып, қуырмалап аламыз. 5-10 минут. Болгарскийіміз кішкене 10 минут, 15 минуттай қуырып болғасын, үстіне сәбізімізді, помидорымызды, ащымызды саламыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңізді қосып кетіңдер. Өте тамаша қыстық салат, нанмен жегенде де, тамақпен жегенде де өте күшті кетеді. Помидоры қайнап, өзінің суын шығару үшін бір 20 минуттай қайнатып аламыз, қыздар. Қайнап болғасын 2 ас қасық тұзына, дәміне қарай тұз саласыңыз ғой. Мен 3 ас қасық салдым. Тұзын болғап болғасын баклажанымызды салып, бұқтырып қоямыз, қыздар. Дәл осылай бір 20 минут бұқтырып қоямыз. 20 минут өткен соң, міне дәл осылай ашып, бұлғайтын боламыз. Міне барлығы пісіп, езіліп тұр, астындағылар. Енді баклажанымызды кішкене бұқтырып қойып, жауып тастайтын боламыз, қыздар. Міне 20 минуттай тағы бір қайнатып алдым. Өте тамаша салат болды, қыздар. Чесногымызды, укробымызды салып, енді жауатын боламыз. Чеснок пен укропты салғасын көп қайнатпаймыз, қыздар. Дәмін жойып, чесногымыз езіліп кетеді. Бір 5 минут, 10 минут қайнатамда мен жауып тастай берем. Оған дейін біз 5-10 минут қайнағанша қақпағымызбенен банкаларымызды стерилдеп аламыз кішкене. Дәл осылай, мен осылай стерилдеймін, қыздар. Енді құйып жауып тастаймыз. Өте тамаша салат. Қыздар, менімен жауып көріңдер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.
түсі де әдемі, салатымыздың өзі де әдемі болып шықты. Соғы да мол. Міне дәл осылай банкымызды жауып тастаймыз. Міне банкымызды жаптық. Бірінші банкымызды дәл осылай қалғанын да жауамыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңді қосып кетіңдер. Қыздар, ас болсын, өте тамаша салат жасап көріңдер. Менің каналыма өтсеңіздер, түрлі рецепттердің барлығын таба аласыздар.